біз ана кейде 40 жастағы өмірді қазір қалауымызда ғой. Аллах тағала да біледі кімге қашан нені беру керек екенін. Тегін ірімшік тек ненің ішінде деп, мышеловка қақпаның ішінде дегенге бір көз жетті. Асықпау шығар. Бірақ енді асықпау дегенді айту оңай да, қалай асықпайсың деген сұрақ та. Адам досының дінінде болады деген. Ең маңыздысы қандай орта болса да саған жанашыр болуы. Мықты маман ешқайда өлмейтіндігін түсіну керек шығар деп ойлаймын. Сол үшін көбінде қазір миф бар, кәсіпте ақша бар деген сияқты. Кәсіпте ақша жоқ. Бір адамның мінезін яқта 72 адам көтеріп жүретін болса деген сияқты да. Бәрі асеке андай сияқты кредит рассрочкаға батып кеткен ғой. И каждый ай келеді да, анау, в общем, тақалады ғой. Кез келген жетістікке жеткен адамды көрсең, яғни оның жетістігі қай дәрежеде жоғары, ол сол дәрежеде құрбандық берген деп айтады. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгінгі подкастымыздың тақырыбы кедей болмау үшін. Яғни жылдам ақша, кредит, рассрочка, трейдинг, не трейдинг деген сияқты. Сондай адамдарға жақын ғой енді жылдам ақша табуға, асығуға деген сияқты. Сол тақырыптарды қозғауға тырысамыз. Қасымда қонақ емес, енді қасымдағы тағы бір қош көрдік десеңіз. Спикеріміз ол Асқар Абай. Бүгін Тәке өзіңіз бастап көріңізші деген соң бастап көріп жатқаным ғой. Иә, бұл жерде андай негізгі спикер мен емеспін, бұл жерде негізгі спикер екеумізді. То есть қалай андай оқырмандар андай қабылдап қалмасын іштен біріншіден. Қабылдай берсін, мен маған наоборот артта за кадром заширмай жүргенін ұнайды десең. 50-50 біз келісіп екеуміз осылай әңгіме айтып отырамыз. Андай не жоқ. Жылдам ақша үшін, жылдам ақша жайлы Асеке. Кедей болмау үшін адам не істеу керек? Жылдам ақша қаншалықты рас нәрсе? Жылдам ақша оңай ақша дегенге жақынбыз ғой. Ақша шынымен оңай табыла ма? Мен үйде декретте отырып миллиардер болып кете аламын ба? Десек. Соған бір айтып жіберсек, қазір неше түрлі курстар, жарнамалар, сөйтіп біраз қарызданып кеткен адамдар да бар. Немесе неден басайық деп бөле берсең ба? Жалпы адам не үшін жылдам ақшаға қарай ұмтыла береді? Менің пікірімде андай ғой. Бұдан алдыңғы подкасттарда сіз айттыңыз ғой. Біз ана кейде 40 жастағы өмірді қазір қалауымызда ғой. Бандай. Мысалы азанда тұрдың ешқандай жұмыс жасамайсың деген сияқты да. То есть әр жастың өзінің ләззаты бар деп айттыңыз. Шынымен 20 жастың өзінің ләззаты бар да. Ол мысалы еңбектену, қызық, ашқап кету мысалға қызық. Түні бойы ұйықтамай 2-3 күн жүру ме әйтеуір. Иә, андай бір суткалап жүру қызық. Біз ана 40 жастағы адамдардың мысалға айтайық та, 40-50 жастағы адамдардың несін көріп соған қызығатымыз. Маған бұл нәрсе қатты әсер еткен 2015-те ма бір жас үлкен апамен кездесіп қалғам. Ол кезде мен салонда барбер болып істейтін кезім, немесе 2014-2013 жылдары. Анық есімде жоқ. И тәте бір апа келді де бізден ана шашын жасатады, тырнағын жасатады, и 2 аптада бір рет келіп тұрады ол кісі. Өте андай қалталы әйел кісі. Қазірге дейін егер өмірде болса, Аллах тағала өмір жасын ұзақ етсін, егер өткен болса, Алла мейірімін алсын. Шал күйеуімен келеді. Мен ол кісінің шашын алып тұрамын. Сол кезде ол кісі бір қызық нәрсені айтты да. Апа сізге рахат я деп енді біз айттық та, бәріміз әңгімелесіп отырған кезде ол кісінің шашын бояп қойған. Сол кезде балаларым ау, сендер қазіргі өмірімізді көріп отырсыңдар ғой біздің деді. Біз бұл өмірге 70-тен кейін жеттік қой деді. 70-ге толып мен қазіргі мынау мен 70 жыл бойы былай өмір сүріп келе жатқан жоқпын. 70-ге келіп бұл өмірді екеуі де мемлекеттік қызметте болған. Мемлекеттік қызмет дегенде біреу мұғалім, біреу сол бухгалтер бірдеңке болған. Өміріміз сонымен өтті. Демалыс көрген жоқ, біз балаларды оқыттық, одан кейін үйлендірдік. Кеткен 70-тен кейін барып өз үшін өмір сүріп жатыр да. Яғни кейбір адамдардың ләззат өмір сүріп жатқанына ол 70 жыл өмірін берді. 70 жыл демек, 50 жыл деп айтайықшы, мейлі. То есть сондай нәрселер бар да, біз соны бірден қол жеткізгіміз келеді ғой. Бірден бағындай тезірек деген сияқты да. Бірақ әр нәрсенің өз уақытында болғаны ләззат береді. Мысалға, тамақты да бүткіл ингредиенттерді уақытылы қосатын болсақ, и ол өз уақытында пісетін болса, мысалы плов мысалға 1 сағатта пісу керек. Егер ол 1 сағатта пісетін болса, дәмді болады. Жарты сағатта пісетін болса, қиын.
дәмінде өзгерістер шемішке сияқты шағылып тұрасыз дейсіз ғой. иә, өзгерістер болады. Тура солай біз анау бір сағат жарты сағат күткіміз келмей ертерек ана нәрсеге жетемін деп біз пловтың ләззатын сезіне алмай қалуымыз мүмкін ғой, тағындай қарапайым тілде айтып жатқан. Тура солай біз анау жетістікке ертерек қол жеткіземін деп солай жетістіктің немесе сол бір көп ақшаның, тез ақшаның ләззатын сезіне алмай қалуымыз мүмкін. Өзіңіз танитын тұрақтылықта маньяк кісі маған бір сұрақ қойғанда, 10 миллион ба, бір бәле миллион долларың болып қалса не істейтін ең деген ғой. Сол кезде қызық болғанда, мен сұрадым да, қалай келген ол ақша маған дедім да. Аспаннан тауып етіп түсті деді. Мен енді сол кезде айтқам, мен қаламайтын едім бұл нәрсені деп. Неге деген кезде, оңай келген кезде мен оның құнын андай қадірін деп айтайықшы, таксиге беріп жіберемін деп мен айтпадыңыз ба? Жоқ, түсіне алмай қалу мәселесі бар ғой. Иә, 100%. Түсіне алмай қалу мәселесі бар да ол нәрсенің. И сол кезде құнсызданады. Тек қана ол емес, ол кезде бүткіл нәрсе құнсызданып кетуі мүмкін да адамда. Иә, қазір мысалға, қазір түссе ол басқа. Қазір түссе алам, иә. Ал бірнеше жыл бұрын болған не дейсіз ғой? Иә, бірнеше жыл бұрын, яғни сол кездегі ақылыма сай түскен кезде ғой. Мысалға, 1 класс балаға 10 мың теңгені берсең, 10 класс балаға 10 мың теңгені берсең, әрқайсысы өзінің ойлау шеңберінде ғана ол ақшаны қолдана алады. Әлемде әр адам өз қаржымен өлшейді деген сол ғой. Сол үшін Аллах тағала да біледі кімге қашан нені беру керек екендігін. То есть Құдай бермей жатқан нәрсеге талпына беру да кейде өмірді босқа құрту деп ойлаймын. Әрекет ету керек, дайын болу керек. Мысалға, андай да. Осы жерде ана не мәселесін айтыңызшы. Көбінде қазір қателіктердің бірі андай ғой. Мынау 100% жұмыс жасайтын инструмент, бұны былай істесең, мынанша шәкірттерім миллиондап тапқан, сен де табасың деген сияқты. Енді осы жерде андай мәселе шығады да, бүткіл адам миллионер болып кете ала ма? Бүткіл адам миллиардер болып кете ала ма деген мәселе. Бірақ тағдыр мәселесін бір айтып едіңіз ғой тоже. Сен бір инструментті 100 емес 1000%-ке де істесең де, бірақ маңдайыңда кетейін деп тұрса, немесе бір нанды деп, сондай болады деген сияқты. Бірақ біз не жазылғанын білмегеннен кейін әрекетті ұра береміз да, қолдан келгенше. Соны бір түсіндіріп жіберсеңіз дегенім ғой. Мынандай, оны қалай түсіндіреміз? Бірақ бұл қазір кішкене тағдыр мәселесі болса тағандай да, жалпы халыққа ауыр болып кетейін деп тұр да. Қиындау болады, бірақ Жоғында былай қойын, любой адам миллионер бола ма, немесе бай бола ма деп қойыншы, осылай сұрақ. Любой адам кәсіпкер болып кететін сияқты, тоже бола ма? Бола алмайды ғой. И оған болу да ұнамауы мүмкін да, негізінде. Оған болу да ұнамауы мүмкін. Мысалға, маған бір адамның қолында жұмыс жасаған ұнамайды. Мысалы, біздегі директорға ол рахаттап, ешқандай жауапкершілік алмайды, просто өзінің әрекеттеріне ғана жауап береді. Болды, әрекеттің сапасына жауап береді, нәтижеге де жауап бермейді да, жұмыс істей береді. Артық көп нәрсені уайымдағысы келмейді. Чисто тех заданиені алады, жасап тастайды, болды, тыныш өмірін сүре береді. Кейде мен қарап қызығамын оған. Рахат деген сияқты да. Әр адам әртүрлі болуы мүмкін. Енді осындай кісілерге де күнде мысалға адамдар шығып, ойбай сен кәсіпкер бола аласың, миллионер бола аласың десе, кез келген адам ойланады. Кез келген адам ойланып қалады ол кезде. Иә, үгіт, насихат ол шайтан да жасайды, дұрыс адамдар да жасайды да. Яғни шайтан мінезді немесе шайтан қылықты, шайтан әрекетті деп айтайықшы. Яғни оның табиғатында, оның мінезінде, оның қылығында, оның әрекетінде ондай әрекеттер болады. Мысалға, оған кімдер жатады? Ана мен баланы бір-біріне қарсы қоятын адамдары, күйеу мен әйелді бір-біріне қарсы қоятын адамдар. Бұл шайтанның әрекеттері, бұны шайтан жасайды. Шайтан оны немен жасайды? Адамдардың қол әрекетімен жасайды. Енесі арқылы жасайды, немесе келін арқылы жасайды, ана мен балаға, мысалға, ерлі-зайыптыларға тума-туыстар арқылы жасайды деген сияқты. Ол сөзді кесіп тастаудың қажеті жоқ, керісінше тұру керек қой ол. Діни білім болмағасын қаншалықты айтуға моральдық құқығым бар дегенім ғой.
ол жерде тереңдеп кететін болса басқа мәселелер де бар. Мысалы қазір екеуміздің сөзімізді жоққа шығарып тәпсірмен по факту басқа дәлелдермен алып келуге болады. Мен жалпы балама ретінде айтып жатқаным мәселе сол. Енді өзіңіз не дейсіз бұл тақырыпта? Адам не үшін тез ақшаға асығады? Табиғаты ғой. Құранда келуші ме еді? Асығыстығы жайлы, шыдамсыздығы жайлы. Адам баласы тым асығушы. Иә, оның шүкірсіздігі жайлы. Оның. Яғни рух берілген кезде де Аллах Тағала Адам алейхиссаламға рух берілгенде аяғына дейін рух жетіп бармай жүруге әрекет еткен ғой. Сол біздің табиғатымыздың бірі деп ойлаймын. Енді сол табиғатты да кейбір кісілер пайдаланады да, ойбай үйтеміз, бүйтеміз. Енді қазіргі күнге дейін менде андай ғой, бұрындары андай нәрсеге жақын болатын. Мысалы, мынандай нәрсе, мына машина, білмеймін, негізі 20 миллион тұрады. Бірақ тәке былай саған 3 миллионға болады деген сияқты бір ұсыныстар бар ғой. Сөйтіп біразына қадалдық қой, жақында ғана қадалдық. Бір бауырымызбен ұрланған машина екен ол, білмегенбіз ғой енді. Одан кейін жаңағы асығыс ақша кезінде шығып кетті ғой, трейдинг деген сияқты. Сол кездерді көрдік, ол жақтан қадалдық бір 20 миллиондай. Енді мәселе трейдингте емес, ол жақ харам халал вопрос другой, оны сұрау керек ұстаздардан. Сол сияқтандай асығыстықтан әбден күйіп, орыстарда сөз бар ғой, тегін ірімшік тек ненің ішінде деп, мышеловка қақпаның ішінде дегенге бір көз жетті. Сол үшін қазіргі таңда көп ондай бір триггерный нәрселерге алданбаған дұрыс шығар. Я асығамыз, я үйде отырып оңай ақша таба бергіміз келеді, я акцияға бір сақ қойып маған капит етіп жатыр деген сияқты нәрсеге өтуіміз мүмкін. Инвестор болам деп алдында бір бала келді, 20 ма сондай да. Мен сізді мысалға келтірдім да, мен бір бауырым бар, ол 30-ға тақап қалған, оның өзіне бір ұстаз отырып, сен жасың 50-60-қа келгенде пообщаемыз, әзірше пахать ет, сен жассың ғой деген айтқан деп отырмын да. Сен 20 жаста қайдағы инвестиция деймін да. Болады енді бір, білмеймін, 10%, 20% қалғанын бірақ былай дұрыс нәрселерге жұмса деп жатырмын да. Сол сияқты сол асықпау шығар. Бірақ енді асықпау дегенді айту оңай да. Қалай асықпайсың деген сұрақ та. Қалай асықпайсың? Әлде салыстыруды тоқтату керек па? Инстаграмда бәрі жоқ, назарды өз өміріңе не қылу, аудару. Әлеуметтік желідегі адамдар емес. Сол салыстыру ғой да түбінде. Иә, сол салыстыру ғой. Бірақ қандай? Көбірек өзіңе мән беру ғой. Көбірек өзіңмен жұмыс жасау. Мысалға, мен бүгін міне сапардан келе жатырмын ғой, неден жолдан келе жатырмын. Көлік айдап келе жатқан кезде бұрынғы Асқар мен қазіргі Асқарды салыстырдым. Өзімді басқалармен емес, бұрынғы Асқар мен қазіргі Асқарды. Бұрынғы Асқар кішкене отбасына жақын болған адам екен. Анамның денсаулығына кішкене мән бергем, әкемнің киіміне мән бергем деген сияқты да. И соңғы бір жылда мен ондай нәрселерге көп мән бермеген екенмін. И андай қарындасым, мысалға, балам, көп енді тілде жақсы көремін, сағынып жүрмін, менімен болған қалайым, бірақ әрекеттерге келген кезде әрекеттен ол нәрсе көрініп тұрған жоқ та. Анамды жақсы көремін, мысалға. Сосын кейін өзіме жолда айтып келдім да, ертең барғаннан бастап приоритеттерді өзгерт, ананы дұрыста, мына шығындарды тоқтат, ақшаның нағысын мына жаққа бұрыннан былай істе деген сияқты да. Егер мен бағандай жолда келе жатқан кезімде, бұл да Аллахтан берілген ризық. Сол үшін адам көп дұға жасау керек. Аллахумма инни ас'алука худа ва туқа ва афафа ва ғина, мысалға. Аллах Тағала мен сенен туралықты, өзіңнен өзге мұқтаж болмайтын, яғни байлықты сұраймын, яғни кедейлікті мысалы да. Немесе Аллахумма инни ас'алука ризқан тойибан деген, амалан мутақаббалан деген дұғалар бар ғой. Адал ризық, қабыл болатын дұға деген сияқты. Осындай нәрселерді адам арасында сұрап тұру керек та. Мен бұны ризық деп білемін, бағанағы ойды, бағанағы ұстанымдарды жолда келе жатқан кезімде. Егер мысалы қарасам, пәленше Европада жүр. Мысалы мен қазір таныстарымның, қалталы азаматтардың ішіндегі таныстарымның 80% қазір Америкада. 80% Америкада. Футболда. Бірақ ол нәрсені қазір олармен өзім салыстыратын болсам, мен әлі Европаға шығып көрмеген адаммын. Бірақ табысымыз қатты айырмашылық жоқ олармен. Мысал ретінде да. Осыған ұқсас нәрселер көп та. Мысалы 30 жасында мысалы кеше балалар бар, гелик алып жатыр, бір балалар бар, үй алып жатыр, біреу анасы. Әркімнің өзінің бір результаттары бар да. И кейін екінші жағы бар, мен өзімнің результаттарыма қанағат етем ба деген нәрсе да.
қанағат етпеймін, бірақ өліп қалсам менің результаттарым, дәл қазір мен өліп қалсам менің результаттарым ақыретте аз да болсын менің мынандай бір өкінбеуіме әсер ете ма? Иншалла әсер етеді, Құдай қаласа, алла қабыл еткен болса әсер етеді. Сондай нәрселерменен адамның назары осындай бір өзінде болса, өзімен өзін салыстыру, мысалға өткен ай мен қазіргі ай деген сияқты, өткен жыл мен қазіргі жыл деген сияқты да, не айырмашылықтар бар, не көріп тұр деген сияқты, сондай бір назарды ішке не қылса, мен ойлаймын дұрыстау болады деп. Тағы қандай шешім бар? Получается, ақшаға асығу, жаңа жылдам ақша, оңай ақша деген табиғатымыз соған жақын ғой. Біріншісі салыстырмаймыз, екіншісі назарды өзімізге ауыстырамыз, өзімізге не қоямыз, сосын жақсы орта. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бұған қатысты бір хадис бар, яғни адам досының дінінде болады деген, бауырының дінінде болады деген. Мен 2020 жылда ма, 21 жылда ма Әбілқайыр ұстазға мынандай сұрақ қойғам. Ұстаз, Құранды 2 жылда емес, 3 жылда емес, по пути жаттай берейін да дегем да. Яғни Құранды жаттап бітіру міндет емес қой маған. Өлгенімше жаттап жүріп, бәлкім сол жолда өліп кетсем, бәрінен қариялармен тірілем ғой деген сияқтандай бір айлакерліктер болған да. Сол кезде ұстазым айтты да, кәсіпкер ортаң көбейіп кеткен сияқты сен деді да. Андай кәсіби ойланатын ше, андай бір. Кейін дедім да, діни ортада достарың қалай деді. Аз дедім. Соларды көбейт деді. Андай бір, болады, болмайды деген жоқ. Мына жақта көбейткен кезде андай бір ақырет мәселелері деген нәрселер көбейе бастады да. Мен ойлаймын, әрбір намазхан болмады бір мешіттің жамағаты болу керек тұрақты. Мысал ретінде да, андай бір имани жағынан болатын болса да. То есть сондай бір өзінің ортасы жақсы адамдармен көбейту керек. Орта әсер етеді. Одан кейін ақпарат тұтыну мәселелері. Тұтынатын кезіңде де өзіңе мотивация беретін нелерді не қылу керек, көру керек, бірақ өзіңмен салыстыратын емес. Мысалға мен жасы үлкен кісілерге подписанамын, қалталы азаматтардың. Өзіммен тең, бірақ өзіммен жасты, бірақ өзім танымайтын кісілерге мен подписка жасамаймын. Менде өйткені автомат салыстыру басталып кетеді. Қаласам, қаламасам, мынау да 30 жаста ғой, сен де 30 жастасың ғой деген сияқты. Мысалы мен Марғұлан Сейсенбайға подписанамын, қараймын, Құдай қаласа менде 55 жаста өйстіп жүрмін деген сияқты, бір алдағы уақытқа бір крючок тастап қою сияқты. Парақшасы қандай ғой, охотада пельмен жеп отырады деген сияқты қатты бір андай көрсетпейді ғой. Жоқ, ол үшін де артта подушка болу керек қой. Мысалы охотада жүрген машинасын өзі бір келіп ар жақ бер жағы бағасы. Сондай нәрселер бар. Өзіңді андай бір қорғау керексің да. Мысалға біз таңғы дұғаларменен не істейміз? Күндіз күн шайтанның уәсуасасынан өзімізді қорғаймыз. Күнәға бармау үшін не істейміз? Пайғамбар сөзсем айтады, күнәнің есігін ашпаңдар дейді. Есігін ашсаңдар кірмей қоймайсыңдар оған дейді. То есть сақтану мәселелері бар. Мысалға біз парызды сақтау үшін оны сүннетпен қорғаймыз, сүннетті қорғау үшін оны нәпілдермен қорғаймыз деген сияқты ғой. Сондай адам өзінде осындай мәселелерді қорғандарды қойып тастау керек та. Мысалы өзіңмен жасты, бірақ танымайтын, өзіңді салыстырып жібере беретін адамдар болатын болса, олармен бәлкім араласуды тоқтату керек шығар. Бәлкім өзің сияқты немесе сені байсалдылыққа шақырып тұратын адамдарменен араласу керек шығар. Мысалға біздің өзіміздің орта, Аллах тағала тіл көзден сақтасын, Айбек ұстаздың да несі бар ғой, орталарың жақсы деп, көз тимесін, ажалып қалмаңдар деп айтқаны бар ғой. Мысалы бізде әр баланың өзінің орны ерекше. Мысалы Абыл кішкене байсалдылықпен неғып тұрады. Сіз әйтеуір үнемі жақсы жағын көріп тұрасың деп. Мысалға да. Мен ортадағы мақсатым Айдарға тиісу ғой деп жіберіп Әбекеңнің де Айдекеңнің де өзіндік бір нелері бар ғой, мысалы тың, яғни бір-бірімізге ұқсамайтын, бірақ бір-бірімізді толықтырып тұратын. Сондай бір орталардың болуы, ең маңыздысы қандай орта болса да саған жанашыр болуы. Егер саған жанашыр болмай ма, ол ортаның пайдасы тимейді. Күшті болсын, не болсын, ол өзінің ағынымен, өзінің өрбісімен кетіп қалады. Сол нәрсеге де мән беру керек. Күшті ортаға кіріп болды, мен күшті ортадамын деп
адам сол нәрсемен шектеліп қалмау керек. Керісінше ол орта сені жақсылыққа итере ма, қорғай ма, қолдау бола ма, сол жақтарына да мән беру керек. Енді менің ұстаным, менің көзқарасымда осылай. Адам асығып кете берем, қалай тоқтаймын дейтін болса, Пашаева осылай айтатын едім. Жаңа жанашырлық дегеннен шығады. Мен бұрын лидерлік тақырыпты зерттеп жүргем. Лидерство деген ше, не ол деп. Сол кезде түбіне келіп екі нәрсеге тірелдім. Сол жанашырлық пен жауапкершілікке тірелдім ғой. Яғни біздің ата-анамыз, енді мен ойлайтын бұрын кейбір адамдарды білім үшін жақсы көремін, анан үшін жақсы көремін деп, бірақ шынайы жақсы көретін адамдарға анализ жасаған кезде олар жауапкершілік ала алған өзіне немесе маған кейбір нәрсе кездері. Екіншісі маған жанашыр болған ғой. Ол мысалы менің анам, ол үлкен университет бірдеңке бітірмеуі мүмкін, бірақ жанашыр да. И ол жанашыр ұрсып жатқан кезде де жанашыр болса сен түсінесің, ол жанашырлықпен ұрсып жатқаны ше. Сен адам болсын немесе бір ақиқатты бетің айтып жатқан кезде. Сондықтан жаңа әдемі екен. Ортада да жанашырлықтың болуы құр ғана орта емес деген сияқты да. Мысалы бір-біріне пайдалы болу деген нәрсе бар да, ол нетворкинг. Нетворкинг пен бауырластықтың ортаның айырмашылығы сода. Өйткені нетворкинг ортаға барасың, әркім өзінің проблемасын айтады, решение айтасың, болды. Бірақ сен проблема айтқан кезіңде решение айтпайтын болса, бармайсың ол жерге. Бауырластықта барасың. То есть саған пайда болмаса да бара бересің да. Ол екеуі екі нәрсе, екеуіне ажырата болу керек. Бізде анау нетворкинг бірнеше орталарға кіріп алып, мен күшті ортада жүрмін деп өзін алдап жүрген жігіттер де бар да. Қыздар да бар андай бір. Бірақ көлігіңмен авария болып қалған кезде сенің қасыңда кімдер тұр да? Мысалы менде неше жылдан бері сізбен абзал келеді ғой. Көлік менің атымда бола ма, соның 80%-ында десе ғой. Ташы нарко неге барып жүрді, 2-3 күн жүріп тест тапсырып. Мысалға да андай қарапайым нелер ғой. То есть өзің анализ жасау керексің. Бізде осындай нәрселер бар, бағаланбайды одан кейін бұл орта. Андай мысалы көзге әсемірек, жақсырек көрінетін адамдарға біз көбірек фокус қоямыз да, бізге жанашырлар бағаланбайды. Алдында аққан судың қадірі жоқ деген сөзді де осы жерге қолдануға болатын шығар бәлкім. Сіз әдемі. Енді менің шешімдерімнің бірі, яғни адам ақыры асығады екенбіз, үйтеді екенбіз, шешімі қандай деген кезде ешқашан енді ескірмейтін деп айтуға болмайтын шығар, бірақ mental skill дейді ғой, яғни hard skill, soft skill, mental skill десек, соларға қою ғой көбірек, маман ретінде болуы. Яғни мықты маман ешқайда өлмейтіндігін түсіну керек шығар деп ойлаймын. Мысалы, ана бір кәсіпкердің сөзі бар еді, егер сен өте жақсы, уайымсыз және де бизнес класспен ұшып, жақсы бір өмір сүргің келсе, жақсы көліктер айдап, онда мықты бір компанияда топ менеджер бол дейді да. Кәсіппен айналыс деп айтпайды. Топ менеджер деген тура сіз айтқандай, мықты компанияда топ менеджер болсаң, андай ғой енді, айлығың жақсы, жолың төленеді, бизнес класспен ұшасың, жақсы отельде жатасың. Плюс сенде риск жоқ. Жауапкершілік қатты көп емес. Ана басшың сияқты түнгі ұйқың 4 бөлініп жүрмейді да уайым қайғыдан. Сол үшін көбінде қазір миф бар, кәсіпте ақша бар деген сияқты. Кәсіпте ақша жоқ. Десең осы, енді смотря қандай кәсіп әрине, немесе кәсіптің алғашқы жылдарында ақша болмауы мүмкін. Жалпы кәсіпкерде екі нәрсе жоқ қой, бос уақыт пен бос ақша. Ол ақша болуы мүмкін, бірақ ол оборотта жатады, анда жатады, мында жатады. Одан кейін кәсіп деген ол бірде былай, бірде былай. Сол үшін де бір статистика айтып еді кезінде, сол есімде жоқ ше, 95% ба бірдеңке адам қорқады рисктан, болашақтан. Тағы 1% бір бәле, тағы 1% бірдеңкеде бөлінеді. Соның ішінде 1% керісінше неден не алады дейді, адреналин алады, андай белгісіздіктен ше, сәл жарты бастау. Олар әдетте кәсіпкер болады дейді да. Сондықтан кәсіп деген андай ғой енді, көп ойлау мүмкін. Мысалы, маған кей кезде андай ой келетін, барып бір жақсы компанияға топ менеджер болып кіріп аламын ба деп ше. Сөйтіп дос балаларымнан сұраймын ғой, там компания қалап жатыр. Брат, біз наоборот шығып сен сияқты болайық деп жүр қой дейді, андай кәсіпке кетеміз деп. Алдында біреумен тендер жайлы сөйлесем, мен тендер маған қызық емес дейді да, уже мен шығып кетіп қазір басқа бір неге жұмысқа кіргім келіп жатыр дейді. Сөйтіп мен айтсам, біз мына жақта тендерға кіргіміз келіп жүр ғой деген сияқты. Андай ғой бір анан қызығырақ болып көрінеді. Негізі иә. Бірақ шешімі, мен ойлаймын, бір ол адам кәсіпте жүрсе де, ол адам бір адамның қол астында істесе де, компанияда істесе де, ол сондай қабілеттерін дамыту керек, өлмейтін. Ол қандай қабілеттер? Менің түсінігімде қарым-қатынас құру, проблема шешу ең үлкен жақсы қабілеттердің бірі. Сен қаншалықты үлкен проблема шешесің, соншалықты негізі көп табасың.
біреудің қол астында істесең де, кәсіпте жүрсең де. Кәсіп дегеніміз белгілі бір деңгейде проблеманы шешу ғой. Одан кейін жауапкершілік ала алу, бірдеңкені жүйелей алу, немесе бір компьютерға, құжаттарға жақын болу. Оның барлығы бір андай өлмейтін навыктардың бірі ғой деген ғой. Сол үшін де адам фокус қою керек шығар. Жылдам ақшаны көрсін енді. Кейбір адамдар басы тимейінше түсінбейді ғой. Бірақ бүткіл ақшаңды соған салып жүрмеу керек та. Немесе жоқ ақшаны, менде болған бір кісілер үйін сатып барып салған деген сияқты. Ойлаңызшы, мен бір кісі шыққан реально. Біз мына кісімен үйттік бүйттік, менің анам уже жүрегінен жүрек қалмады, машинасын сатып жүрген, үйін сатып жүрген, 15 миллионға қосып бір кісіге салған, сөйтіп қадалған. Тағы да біреулер келген, кредит алған, трейдингқа салған, қадалған. Кезінде ана P2P деген тренд болды ғой, үйтті бүйтті салған, қадалған. Ол қалай, ол сен бүткіл неңді алып конға тігіп жібересің деген сияқты да. Сондықтан оданша қабілеттерге қою, немесе бір маман иесі болсаң, сол мамандықты жай қазбалай берсең, оны жапондықтардан үйренсеңіздер болады. Жапондықтар зерттеп көрсе, көбі бір істе эксперт болу дегенге қарай ұмтылады олар. Сол үшін 70 жасар кемпірлердің өзі бүйтіп шайдың өзін бүйтіп беріп сөйтіп жүреді, өзінің бір техника нелері бар, қойып алғанша фишкалары. Сондықтан бір мастерлыққа ұмтылу ғой. Немесе жаңағыдай бір заманға сай әрине қосымша қасында қабілеттер өзгеріп отырады, ол нормально. Қазір жасанды интеллект қатты дамып кетті, жасанды интеллектті білу керексің деген сияқты. Бірақ бұның барлығы фундамент базалықтардың үстіне қойылады да. Сен тіл табыса алмасаң, жасанды интеллектін кешір мені, қай компанияға кіре алмайсың деген сияқты ғой. Немесе бір өзіңді түсіне адам алмасаң. ортаға мінезімен сияды деген. 100%. Сөзі бар еді ғой, 100%. Сол үшін сондай бір қабілеттерді қою, жауапкершілік алу, проблема шеше алу дегенге қойса, меніңше ақша келеді енді. Тез келмейді ол ойлағандай. Бірақ бұл жақта әйтеуір гарантированно да, ертең бірдеңке болып қалса да ақша келетін қабілеттер қалатшы. Оған дәлел ретінде бізде бұрын кино түсіретін видео проектте жұмысқа алғанбыз. И біздің маркетологқа бір күн айқайлап отырды ол, өзінің мотоциклында келе жатқан болған, машина қысып жіберген, ол құлап түскен. Енді эмоциясын көлік жүргізушісіне көрсету керек қой. Біздің қыздар келе жатсың ба, кешігіп кеттің ғой деп жай ғана сұраған, аттың басын жіберіп отырды, мен құлап түстім, мына жақта жатырмын деген сияқты. Біз қаяқтан білеміз оны? Мен айттым, не мінез көрсетіп отыр бізге. Біз емес қой құлатқан. Мен айттым, дәл жата берсін сол жерде. Келмей қалсасын жұмысқа, просто съемканың видеоларын берсін, ярғырды дәл жұмысқа келмесін. Егер сені сыйламайтын болса, команданы сыйламайтын болса, бізге ондай адамның вообще қажеті жоқ деген сияқты да. Келді, мықты маман. Біз келген кезде үлкен ожиданиялар болған. Бұрылыс болады деп ойлағанбыз ғой біздің контентте, біздің монтаждарда. Бүйтіп бұрылмай ақ қоя салдық дедік қой, бүйтіп бір адамның мінезін мына жақта 72 адам көтеріп жүретін болса деген сияқты да. Сондай бір мәселелер бар. Одан кейін бізде кедейліктен қорқып та адамдар жасайды ғой ол нәрсені. Мынандай бір нелері, жылдам ақша, көбірек ақша деген сияқты. Кедейліктен қорыққан дұрыс. Негізі бәрі Асеке андай сияқты кредит рассрочкаға батып кеткен ғой. И каждый ай келеді да, в общем, тақалады ғой. Құйрыққа ше. Оплата келеді, анау келеді, содан алмаса не болады соны? Білмеймін ғой, сол айтып жатқан сол қандай, біз қазір тез ақша ненің тағы бір себептерінің бірі андай кезінде багажды үйіп алған. Содан шаршайды ғой адам енді, білмеймін, ипотекасын төлеп жатыр, уже 10 жыл болды деген сияқты ғой. Әр ай былай тартса былай жетпейді, былай тартса былай жетпейді, сонымен тұрады да. Бетеміз деп ойлайды да, сонымен куш нетемін андай бір 100 килограммовый адамды бір удармен ұйықтатамын деп ойлайды да, соңында қол сынады деген сияқты ғой. Не ұруды білмейді, жошын ғой, не ұрса да оның күші жетпейді, оның салмағы 50 килограмм дегендей. Ол да бар сияқтан асығудың себептерінің бірі ше. Сосын бізде бағандай асығуға қатысты негізі сөйлей берсек тақырып көп, бірақ қысқа нұсқасы логика. Құрандан мысалмен бұл тақырыпты не қылсақ болады, менің ойымша. Юсуф алейхиссаламның жетістікке жетудің схемасы немесе формуласы деп айтайықшы. Юсуф алейхиссалам не істейді? Бірінші қиыншылық көреді, одан кейін барып жетістікке жетеді. Яғни қаржы, экономика министрі болады. Мысалға сол кезде адамдар Юсуф алейхиссаламның қаржы министрі болғанын көрді, бірақ оның артында абақтыда отырған ешкім көрген жоқ. Оның абақтыда отыруының өзі Аллах Тағаланың оған бір белгілі бір дәрежеде тәлім тәрбие беру еді. Юнус алейхиссалам балықтың ішіне кіруді, ол бір белгілі бір дәрежеде өзіне де, одан кейінгі үмбетке де белгілі бір дәрежеде тәлім тәрбие негізі.
бекерден бекер болмаған. И бізге ұстаздарымыз айтқанда, мына нәрсені айтқанда, яғни сендер кез келген жетістікке жеткен адамды көрсең, яғни оның жетістігі қай дәрежеде жоғары, ол сол дәрежеде құрбандық берген деп айтқан. 100%. Сол дәрежеде құрбандық берген. Формула осылай. Бұған иә 1% шығар, ондай формуласыз кетіп қалатындар. Бәлкім 2% шығар, бірақ ол анық 10%-ға жетпейді. Егер 10%-ға жетсе, мынау айналамыздағы 10 адамның бірі сондай болуы керек еді. Ондай емес негізі. Сол үшін әр адамның өзіндік бір өмірінде қиыншылықтары болады жетістік жолында. Бірақ оны көп адам көрсете бермейді. Мәселе сода. Әдемі. Сол құрбандық біздің тағы да бір минустардың бірі, ештеңке құрбан етпей тез ақша тапқысы келеді ғой. Но это так не работает да. Ой, болады енді ставка тігіп несе шығар десең ба, оның өзінде ақшаң тігіп құрбан етесің ғой деген сияқты рискқа барып ша. Сол үшін де әдемі. Ол қайтарымсыз құрбандық қой. Сол түбінде ма. Сондықтан құрбандыққа бара алу адамдар түсіну керек. Ол формула ереже солай ғой, өмірдің басқа. Бар жаңа айтқанда 1%, 2% бар шығар исключение. Бірақ бірдеңеге жеткің келе ма? Не энергияңды, не ақшаңды, не денсаулығыңды, не уақытыңды, не зейініңді, не отбасыңа внимание бөлмей қаласың ол уақытта деген сияқты, не нервіңді, әйтеуір бір құрбандық болу керек та. Қарапайым мысалы Тоқаевтың президентіміздің көп тілде сөйлей алуын адамдар мақтанады да. Мысалы біздің президент мынандай еңбек жолын көрсең, енді жалтақтан емес, по факту еңбек жолын көрсең андай да. Мен шыдай алмайтын ондай нәрсеге. Мысалы Мәскеуде оқу, одан кейін ана жақта оқу, жұмыс істеу. Сол сияқты ғой. Мысалы, көп адам мысалға, маған ұнайтын, мысалы басқа елге барсам, сендердің президенттерің өте андай дейді, интеллигентный адам дейді андай. Грубо говоря, қай жерде өлетінін білетін адам дейді андай. Қай жерде не сөйлеу керек екенін біледі. О, білесің бе? Мысалға бір президент, бірнеше президенттермен қарым-қатынас жасаған болуы мүмкін, ол өмір барысында 100-ден астам президентпен қарым-қатынаста болған шығар деймін, андай бір компромиссте болған, контакт болған деген сияқты да. То есть кез келген адамның өмірін қарайтын болса, вау дейтін дәрежеде қаншақты оған вау деп отырсың, ол соншалықты дәрежеде өмірін беріп тастаған. Мысалға екеуміздің денемізді алайықшы. Осымен тақырыпты аяқтайық. Мысалы мен қарын қойғам. Өйткені мен 4 жылдан бері сіз секілді жаттығу жасамаймын. Мысалы мен сізге қарағанда салыстырмалы түрде мен әлсіз болып жүремін. Күндіз-түні ұйқым келіп қалуы мүмкін, көп жұмыс жасай алмай қалуым мүмкін. Бірақ ақша көп табамын деп қойсаңызшы. Жоқ. Бағанағындай да, мысалға сіз энергияңыз, мысалы күшіңіз көбірек, дене пішіңіз менікінен әдемірек. Бірақ сіз 4 жылдық еңбектің нәтижесі ол. Бұл да бір белгілі бір дәрежеде Аллах тағаланың әділ сипатының көрінісі. Яғни кім береді, сол алады. Қорытындылағанда, қысқа нұсқа 1 минутқа, адам табиғаты сондай, өзіміз асығамыз, шүкірсізбіз. Екіншісі, салыстыруды тоқтату керекпіз осының жолында. Фокусты өзімізге қоямыз, өзімізбен жұмыс жасаймыз. Үшіншісі, жаңағыдай бір фильтр қою керек, отписаться ету керек кейбіреулерден. Немесе оны қарағанның өзінде салқынғанда анализбен ойлану керек. Просто так ойлана бермей. Үшіншісі деп 6-шы саусақ көрсеткенімше. Үшіншісі, әр нәрсенің артында біз сахнаның ойнап жатқан сахнаны ғана көреміз да, сахнаның артында қанша жылдық еңбек, қанша жылдық күш жұмсағандығын, көп нәрсені құрбан еткендігін түсінбейміз. Оны ескеру керек. Бетіндегі нәрсені ғана көреміз. Одан кейінгі момент жалпы тез ақша, тегін ақша, көп ақша деген қақпанда ғана болады. Оны табайлау керек. Шешімі қандай? Шешімінің бірі жаңағыдай фокусты өзінің қабілеттеріне қою. Бәрі кәсіпкер болып кететін бола алмайды ғой, дәл сол сияқты бәрі де миллиардер, миллионер болып кете алмайды. Бірақ адам өзінің қабілеттеріне қойса, бар нәрсені бағалай алса, оның өзі кайф. Одан кейін жаңағы нелерді нетпеу, бір қалауларын қуалап, кредит рассрочка қарызға кіре беріп, соны үлкен қарызды бір удармен құлатам, қазір осыған деп бүткіл қонға тігіп жібермеу. Оны табайлау, үйін сатып, үйтіп нетіп жіберетіндер де бар. Ондайды да көрген шығармыз, жақында ғана шықты, бүткіл үйін сатып Вьетнамға барып, әйел мен күйеуі ресторан ашқан, ол қайтадан ол ондай адамдар 1%.
бар ма не сондай? иә алдында бір көріп қалдым, сөйтіп әйелім екеуі Вьетнамда қазақ рестораны бар екен, бүткіл қазақтар сол жаққа барады екен, Вьетнамда ма Таиландта ма, және саудалар өте жақсы дейді. Жақсы ма? Жоқ жақсы бірақ болса, иә. ол соларға қарап адамдар да барлығы әрекет етіп кетпесін, бұл 1% дегенім ғой, ол 1%-дан да аз шығар ол. Сондықтан ана өмір бақи жинаған нәрсені асығыстық дүниеге салып қоймау деген салқынқанды ойлану шығар орта келгенде осы. Салуға болатын шығар ондай кезде, ажырасып кетпеуге уверен болса егер сәтсіздік болып қалса. Міне қадалсақ заново шыға аламыз десе, тоже салқынқанды ойлануға келеді ғой, шешім қабылдау алдында. Осыменен тамам. Алхамдулиллахи раббил аламин. Амма бад. Сау болыңыздар. Аман болыңыздар.